кезде қоғамда психосоматика немесе психологиямен айналысып жүрген, тез баюға шақырып жүрген, бәленше дұғаны түгенше рет оқысаң ертең бай боласың деп жүрген азаматтар көп. Қазіргі 21 ғасырдың проблемасы ретінде ақша, қаражат, тез баю деген мәселелер адамның көкірегіне түсіп кеткеннен кейін, соның жолында жүрген, сол туралы айтып жатқандар азаматтарды көп тыңдап жатады. Бірақ шын мәнісінде соны тыңдап жатқан адамдар соған лайық па, немесе солар өздері байыған адамдар ма, жоқ әлде сіздің ақшаңызбен байып жатыр ма? Сонда бір уақыт ойланып қойған дұрыс. Бірақ бұл деген сөз психология дінде жоқ, немесе психология мен дін бір-біріне қарсы деген сөз емес. Біз тыңдап жүрген адам қандай, біздің руханиятымызға үлес қосып жатыр ма? Осыған мән берсек, менің ойымша жақсы болар еді. Ал қазіргі кезде көп дін ұстанушы азаматтардың өзінің санасында дүние алдыңғы орынға шығып кеткен. Шәкәрім айтпақшы, құдайыңменен дүниеге кезекпе-кезек шоқынсаң, недей пайда тие ма, мешітте 1000 жыл отырсаң дейді. Сондықтан да біз дұрыс дүниені ұмытпауымыз керек, бірақ жүректе Құдайға деген иман болған абзал.